қадірменді өнерсүйер қауым. Еліміздің тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған тәуелсіздік тағылымы атты облыстағы халықтық үлгілі көркем өнерпаздар ұжымдарының өнер күндерінің 3-ші күніне қош келдіңіздер. Алғашқы сөз бүгінгі өнер күндерімен құттықтау үшін облыстық ғылыми әдістемелік және мәдени қызмет көрсету орталығының директоры Зейлова Ақмарал Шырақбаевнаға беріледі. Өнерсүйер қауым, қайырлы күн. Мынау біздің Мұнайлы ауданынан келіп жатқан барлық өнерпаздарымыз. Мынау енді жаңағы жүргізуші айтып кеткендей, бүгін 3-ші күн біздің орталықтың залында барлық біздің облысымыздағы 5 аудан, 2 қаласының орналасқан ауданда, ауылдардағы, аудан орталықтарындағы барлық клуб мекемелерінің жанынан құрылған, өз ұжымдарының атақтарын қорғаған біздің облыстағы 44 халықтық атағылар ұжымдардың тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған өнер күндері өтіп жатыр. Олай болса, аталған өнер күніне қош келдіңіздер. Жаңағы халықтық атақ туралы айтып кеттік. Біздің облысымызда бұдан 11-ші жылы 17 ғана халықтық ұжым болса, бүгінгі таңда 44 ұжым бар. Халықтық ұжым дегеніміз кім? Халықтық ұжым бұл қалыптасқан ұжымдар. Әрбір ұжым өздері ұжым болып құрылғаннан кейін, бір 5 жыл ортаға салғаннан кейін өз атақтарын қорғайды. Сол атақтарын әрбір 3 жыл сайын қорғап отырады. Сондықтан енді биылғы біздің тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай орталық жоспарға қойған әрбір аудан қалалардағы халықтық атағылар ұжымдар өздерінің өнер күндерін, өздерінің өнерлерін тәуелсіздік 25 жылдығына өнер қылып шашады. Өздерінің әрбір ұжым өздерінің өнерін көрсетеді. Сондықтан Мұнайлы ауданына, Мұнайлы ауданының жанынан құрылған барлық халықтық атағылар ұжымдарға қош келдіңіздер. Өнерлеріңіз үстем болғай, сапарларыңыз сәтті болғай дейтін тілегімді. Тәуелсіздіктің туы көтерілгенде дүниеге келген мен, қазақ президенті, бүгін 25 жастамын. Тәуелсіздік сенің абыройың, намысың, иығыңдағы қалқаның, маңдайыңдағы жұлдызың, төбеңдегі айдарың, қабағыңа біткен айбарың. Ендеше ағайын, тәуелсіздігіміздің ғұмыры ұзақ болсын. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын келін. Ол бар жерде мен бармын, қор болмаймын, қымбаттырақ алтыннан нарқым менің дей келе, бүгінгі Мұнайлы ауданы халықтық атағы бар ұжымдардың есеп беру концертін бастауға рұқсат етіңіздер. Алдарыңызда өнер көрсететін халықтық атағы бар Ақжелең фольклорлық ансамблін ду қол қошеметпен қарсы алыңыздар. Бәкір Тажыбаев, туған жер, жеке дауыста Әсел Алиханова.
Келесі орындалатын шығарма «Сөгір». Ыңғайту, қабылыңыздар.
Теңіз Тәуірбаев. Келен Әзірбаевтың әні «Туған жер», орындайтын Нойлы аудандық әжелер ансамблі. Если, например, IQ ломата такой достаточно, документировался,
Өкімет ондай жауыздыққа бара қоймас. Менің көлдершімдей қара